Баршаңызға қайырлы күн. Осындай керемет қазақша рецептімен керемет жент дайындайтын боламыз. Осылай өте дәмді, өте керемет шығады. Ұнаса лайк басып арнама тіркеле кетіңіз. Ол үшін бізге талқан қажет болады. Менде тарының талқаны. Үстіне шекерді салып әдемілеп араластыратын боламыз. Одан соң үлкендеу ыдысқа салып алдым. Соның үстіне водяной баняда еріген сары майымды және де сгущенка салатын боламыз. Сары майыңыз 60%-тен жоғары болса жақсы болады. Содан соң осылай мінекей бір келке етіп әдемілеп араластырып аламыз. Және де сгущенка емес, сгущенканың орнына бал қосуға болады. Бал қоссаңыз да болады по вкусу. Осылай әдемілеп араластырып аламыз. Осылайша араластырып болған соң шоколадымызды водяной баняда ерітіп алдым. Мінекей, менде Қазақстан шоколады. Осындай үйіңізде қандай форма бар, любой формаға алып, осылай еріген шоколадты осылай жанына жағып шығатын боламын қасықпен. Менде Қазақстан шоколады. Осылай жағып шықтым, мінекей. Енді үстіне жент салып шығамын. Жаңағы женттерді нығыздап басып аламыз. Осылай үстінен басып жүреміз. Қаттылау үшін, жақсы жабысу үшін. Өте тез, өте оңай дайындалатын рецепт. Өте дәмді шығады. Мінекей, осылай бәрін салып болғаннан кейін осылай холодильникке 1 сағатқа қоямыз. Мінекей, осылай дәмді өте керемет болып шығады. Арнама тіркеліп кетіңіз. Ұнаса лайк басып комментарий жаза кетіңіз. Рахмет.